тарихтың беттерінде із қалдырған, халық арасында хөрмет тапқан адамлар болады. Қарақалпақ халқының өтмішінде сондай ұлы шахслар болған. Бұл билер еді. Би. Бұл апауе лауазым емес. Бұл данышпанлық, адалат һәм халыққа садақлық тымсалы. Бірінші бөлім. Би кім еді? Би Қарақалпақ халқының айенге басқару системасында ахметлі шахс. Ол қазына маслихатшы, хәтті саяси басшы сипатында қызмет еткен. Адамдар арасындағы дауларды шешкен. Қауымдар арасындағы жанжалдарды тоқтатқан. Екінші бөлім. Билік қалай берілген? Би болу әркімнің де қолынан келе бермеген. Бұл лауазым байлық ямысы күшпенен емес, ал ақыл, тәжірибе, хақлық һәм халық арасындағы хөрметпенен қолға кіргізілген. Билер көбінесе халық тарапынан сайланған. Базада болса басқа билер, ямаса халық тарапынан тағайындалған. Үшінші бөлім. Билер жәмиетте қандай рөл ойнаған? Билер тек қазына емес, ал халықтың маслихатшысы, ақсақалы еді. Олар саясатқа тәсір көрсеткен, ұрыс ямаса тыныштық хақында қарарлар қабыл еткен, хәтті салық һәм жер мәселелерін шешкен. Төртінші бөлім. Атақлы Қарақалпақ билері кімдер еді? Тарихта аты қалған көп билер бар. Мысалы, Дәулетәлі би, Бозатау би һәм басқалар. Әр бірі өз дәуірінің палуаны, данышпаны һәм халық қызметкері болған. Бесінші бөлім. Бүгінгі әулет үшін сабақ. Билердің өмірі біз үшін ибрат. Адалатлы болу, халық мәпін бірінші орынға қою. Бұл қадіретлер еш қашан ескірмес. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, каналымызға жазылың. Кейінгі видеоларда әрбір атаклы бидің өмірі, істеген істері һәм халық арасындағы орны хақында толық көріңдер береміз. Бізбенен қалың. Тарихты біргелікте ашып барамыз.